Мөлдір. Таза ауаға шығару керек шығар? Кеше ғана Бекіштің сторисін көріп қалайын, сол араларында бір нәрсе болған сияқты. Өйткені сторисында бір кекілжің болып тұрды. Сол мазалап, кажется, переживать етіп, несе қалған сияқты. Жоқ, шлей талатындай емес шығар ол енді. Ой, я денсаулыққа байланысты Ол жоқ шығар. шлей ондай емес. Ол денсаулық не үшін мазалайды? Когда уже переживание болған кезде. Ой, сен врач. Я кіріңіздер. Барлығы біз жақсы ма, көрдік қой. Ерасыл? Не болды? Жедел жәрдем шақырып жатыр, соны естідім. Я, Диана ханым, судорогыма бірдеме талып қалған ғой, тілін тістеп алған да. Соны нет шығарып жатыр, су шашып кішкене нетіп алдық. Қазір скорый келсін деп отырмыз. Барлығы сұрақ қойып жатыр. Барлығының сұрағы бір. Жаңағы Мөлдірмен сөйлестің ба, бардың ба, не істедің, қал жағдайын сұрадың ба? Енді мен оның бәрін салып отпен ғой. Бүйттік, сөйттік деген сияқты. Бірақ нәрсеге жауап берейін. Бізде таныстық осыдан 2 күн бұрын тоқтаған. WhatsApp желісінде жазып жіберген болатын. Таныстық тоқтасын, ары қарай қажет емес, қоя салайық бәрін деген сияқты. Енді